Мен Абдықапар Жазира Әлімжанқызы ең алғашқы қызмет жолымды Сарысу ауданы Жаңатас қаласының Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясынан бастадым. Енді осы өзімнің жұмыс барысымен таныстыра өтейін. Біз күнделікті асханадағы ас мәзірімен осында ұсынылатын тағамдарды ата-аналардың чатына, ата-аналардың назарына ұсынамыз. Күнделікті оқушыларға берілетін тағамдар мектеп медбикесі мен бракираж комиссия мүшелерінің қадағалауынан өтеді. Балаларға берілетін тағамдарды әзірлеуде азық-түліктерді апта сайын медбике, мектеп директоры және әлеуметтік педагогтың қабылдауымен қабылданып алады. Ол берілетін азық-түліктер мөлшерімен және сапасын тексеріліп алады. Бізде бракираж комиссиясы ай сайын өзінің кезекті отырыстарын өткізіп отырады. Отырыстарда осы ыстық тамақ мәселесі қозғалады және ондағы білім алушылардың ыстық тамаққа өте көңілдері толатыны және тойымды болатыны айтылды. Сонымен қатар әлеуметтік педагог мектептегі осал топтардың әлеуметтік жағдайларын зерделеумен айналысады. Олардың үй-тұрмыстық жағдайларын зерделеп, акт толтырады және сенімхат өгей ата-аналармен тұратын оқушылардың тұрмыстық жағдайларын зерделеп, оларға қамқоршылық көмек көрсетіледі.